Суыр неге жылайды? Ерте заманда бір бай мен кедей көрші тұрыпты. Дүние қоңызбай өзінің қисапсыз байлығына тоймай кедейдің қолындағы бары жеріне көз тігіпті. Кедейге келіп, мына жеріңді маған беруге тиіссің. Бұл жаратушының бұйрығы. Түсімде осылай аян жіберді дейді. Кедей қатты қапаланып, жаратушы аян етсе амалым бар ма? Бірақ соны неге өзіме бұйырмады екен? Сенің аян алғаныңа қалай сенемін дейді. Бай, ертең осы жерге жанашырларыңды жина. Мен Тәңірге 3 рет сауал жолдайын. Өтірік расын сонда көреміз, деп жөнеле беріпті. Сол түні қарап жатпай үңгір қазып, оның ішіне қызын жасырып қояды. Қызына, мен мына жерді маған бергеніңіз рас па деп 3 рет айғайлаймын. Әр жолы рас деп жауап беріп отыр, деп бұйырыпты. Таң ата келіскен жерге жұрт жиналады. Бай 3 рет айқайлап, қызынан өзін қоштаған жауап алады. Жұрт мұны Құдайдың құдіреті деп ойлап сенеді. Барынан айырылған кедей қатты налыса да, жаратушының бұйрығына көну үшін жерін тастап көшіп кетіпті. Дегеніне жеткеніне масаттанған бай, қызын шығарып алмақ болып, үңгірді ашса, беймәлім мақұлық отырғанын көріп, шошып кетеді. Үйіне қайтпай, дала кезіп қызын іздейді. Жер астынан жыбырлаған мақұлық көрсе, суыр, суыр деп айқайлайды. Онысы жыбырлаған нәрсені қызы болар деп үміттеніп, бері суырып шығар деген екен. Жаратушының атымен қиянатқа бармақ болған байға қаһарланған Тәңіріміз оның сүйекті перзентін суырға айналдырып жіберген. Суырдың 2 қолымен бетін басып, адамша жылайтыны, әкесінің тілін аламын деп жазықсыз жанға қиянат жасағанына өкінетіні екен. Әр қиянат жасаушы оның қасіретінде шегеді.